Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Қаламқас. Бүгін керемет, ерекше асқабақтан тамақ дайындаймыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп өтіңіздер. Тамағымызға қажетті заттар: асқабақ, тауық еті, картоп, пияз, сұйық май, тұз және де дәмдеуіштер қажет. Кез келген ет жарайды. Менде тауық еті болғандықтан тауық етінен жасап сіздерге көрсетемін. Мен картопымызды, пиязымызды жақсылап майдалап турап аламыз. Картопымызды тураймыз. Картопымызды майдалап төрт бұрыш қылып тураймыз. Картоп, пиязымызды жақсылап майдалап турап алдық. Енді қазанға сұйық майымызды құйып, қуырып аламыз. Яғни бұны көп қуырмаймыз, шамада бір 20 минуттай қуырып аламыз. Қызып тұрған майымызға бірінші етімізді салып, етімізді жақсылап қуырып алдық. Үстіне енді пиязымызды саламыз. Үстіне қызарғанша қуырып аламыз. Жақсылап қуырып алдық пиязымызды. Үстіне картопымызды саламыз. Жақсылап қуырып аламыз. Bir 30 минуттай етін жауып демдеп қоямыз. Жақсылап қуырып алдық. Енді етін жауып, баяу отта bir 20-25 минутта пісіреміз. Енді картопымыз бен етіміз піскенше асқабағымызды бөліп дайындап аламыз. Яғни осындай мен сопақ асқабақ қолданып жатырмын. Қақ ортасынан бөлеміз. Қабақтарымызды бөліп алдық. Енді ішін тазартамыз дәндерінен. Осылай дәндерін алып тастаймыз. Қабақтарымызды тазалап алдық. Енді ішіне сұйық май жағып шығамыз. Енді арасына азырақ тұз себеміз. Жиырма минут өткен соң қуырылған тауық еті мен картопымызды алып, осы асқабақтың ішіне саламыз. Қабақтың ішіне піскен картоп пен етімізді салып алдық. Енді мен осындай магийдің ішіндегі пакетке салып пісіретін болам. Егер де сіздерде фольга болса, фольгамен орап жасауға да болады. Пакетімізді ашып, осы асқабақтарымызды ішіне саламыз. Аузын байлаймыз. Тағамызға салдық. Енді әркімнің пешкасы әртүрлі. Менің пешкім қатты қыздыратын болғандықтан 35-40 минутта пісіремін. Қызып тұрған пешке салып, жақсылап пісіріп аламыз. Қабақтан дайындалған ерекше тағамымыз дайын болып шықты. Өте жұмсақ болған мінеки асқабағымыз. Картопымыз да, етіміз де таза піскен. Асқабақтың күрезін пісірген
немесе осылай арасына ет пен картопты салып, немесе кез келген көкөністерді салып, асқабақты дәмді қылып осылай жеуге де сіздерге кеңес берем. Дәл осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Қаламқас. Видеом ұнап жатса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп өтіңіз, жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыз. Себебі менде күнделікті қарапайым рецепттер шығып отырады. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Қазақ арнаның дамуына үлестеріңізді қоссаңыздар.